Бұл ойын бізде асықтың түсіне қарай орналастыр деп аталады. Бұл ойынды ойнау үшін бізге 4 жасыл, 4 қызыл, 4 сары, 3 ақ асық қажет болады. Ақ асықтың бір орны бізде бос торғыз болып қалады. Осы форматтың бетіне асықтардың орнын жылжыту арқылы әр асықты өзінің түсіне сәйкестендіріп қоямыз. Мысал үшін бізде қағаздың төменгі жағында жасыл түс, жоғарғы жағында ақ түс берілген. Асықтардың орнын ауыстыру арқылы біз асықтарды орнына қоямыз. Мына екінші қатарды қызыл асықтармен толтыру үшін қалай жылжытамыз? Жылжыту техникасы алға, артқа, оңға, солға болады. Мына асықты біз әкелу үшін бір орнын жылжимыз. Қалай оны жылжытамыз? Біз оны жылжыту үшін алдындағы асықты жылжыту керекпіз. Алдындағы асық жылжу үшін жанындағы асықты жоғары көтеру керекпіз. Міне, осылай үлгіде әр түсіне байланысты асықтарды орнына қоя аламыз. Міне, осылай жылжытамыз. Сонда бізде соңғы бір торғыз бос қалады. Барлық асықтар орнына келіп тұрғанда ғана тапсырма толығымен орындалады. Бұл ойын қағаз бетіндегі кеңістікті бағдарлауға, сонымен қатар түстерді бекітуге, сандарды, яғни 4 санына дейінгі сандарды, сонымен қатар жолақшыларды оңға, солға, жоғары, төмен сияқты ұғымдарды бекіту мақсатында қолданылатын логикалық ойындардың бірі болып табылады.